болып тұрмын, неше күннен бері байқаған шығарсыздар. Шындықты айтатын уақыт келген сияқты, негізі. Не шындық? Бұл эфирге негізі мен мүлде басқа мақсатпен келгем. Түсінбедім айолым, жөн деп түсінікті қылып айтсаңыз, егжей-тегжеймен айтып түсіндіріп. Үміткер қабылдауға мен мүлдем дайын емеспін. Үміткерімнен кешірім сұрайым, қазір көріп отырса, оған мүлде бұлай ответ те бермеймін, жалпы. Сонда қандай мақсатпен келдіңіз? Оны қазір айта алмаймын. Жоқ. Онда неге бастадыңыз қазір айтпайтын болсаңыз? Жоқ, айолым, сіз бір бағдарламаны жүргізесіз да, сіздің қатысуыңыз дәл өзіңіз айтқан әңгімені маған айтса, мен қандай реакция беруім керек? Мен бұл бағдарламаға басқа оймен келдім, үміткеріме ренжімесін. Қандай оймен келдіңіз? Хайп қолап келдіңіз ба? Атыңыз шығарайын дедіңіз ба? Ән айтайын дедіңіз ба? Би билейін дедіңіз ба? Түсінікті болсын да, көрген көрерменге де басқарып отқан маған да. Менің негізі Ернарға мүлдем сезім өшпеген.